Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді, жұмсақ болып шығатын жүгеріні әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Достар, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: 3 дана жүгері, 1 шай қасық ысталған паприка, сарымсақтың 1 тісшесі, жарты лимон шырыны, сары май, дәміне қарай тұз. Және де бізге фольга қажет болады. Алдымен сарымсақты майды дайындап аламыз. Бөлме температурасындағы сары майға тұз, ысталған паприка, сарымсақ, лимон шырынын құйып, шаншқымен жақсылап араластырамыз. Жүгерлерді фольганың үстіне қойып, дайын болған массаны жүгерлердің сыртына жақсылап жағып шығамыз. Жүгерлердің сыртын фольгамен орап, 180 градус пеште 40 минутқа қойып пісіріп аламыз. Жұпар иісті дәмді жүгеріміз дайын болды, ас болсын. Бұл ерекше әдіспен сіздер де жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.